Бүгін сіздермен осындай керемет булочки жасайтын боламыз. Оған бізге жарты литр сүт, шамалап тұз, 200 грамм шекер қажет болады. Және де шамалап бір қасық дрожж саламыз. Жарты кессе майымыз саламыз. Және жұмыртқамыз салып, ұнымыздың шамалғаны бөлігін салып, осындай сұйық қоймалжың күйдегі қамырымызды жасап аламыз. Оның бетін жауып, қамырымыз шамалып 1 сағатқа қалдыратын боламыз. Көп пішірген соң қамырымызға ерітілген майымызды құямыз. Майымыздың граммы 40-50 грамм. Оған ұнымызды салып, жұмсақ қамыр етіп елеп аламыз. Еленген қамырды ерітілген тападағы майға қайтып аунатып аламыз. Сол кезде қамырымыз одан сайын жұмсақ болады. Осылайша қамырымыздың бетін жауып 1 сағатқа қалдырамыз. 1 сағаттан кейін қамырымыз әдемі болып көтеріледі. Қамырымызды алып, 2 бөлікке бөліп, домалақ етіп жайып аламыз қамырымызды. Жайылған қамырларымызды 3 бұрыш көлемде кесіп аламыз. Өзіңіздің қалауыңызша көлемде кессеңіз болады. Немесе орасаңыз болады. Мен булочкиді осылай жасаймын. Арасына вареный сгущенка салып жасайтын болам. Балдарыма қатты ұнайды осы рецепт. Тапамызға салып аламыз. Оралған булочкиларымыз рогалик сияқты болып тұр, бірақ бұл булочки. Осындай бетіне себетін крошка жасайтын боламыз. Май, ұн, қантымызды араластырып, қолмен араластырса осындай тәтті крошка пайда болады. Осыны рогалигіміздің бетіне сеуіп шығамыз. Рогаликті 180 градуста 20-30 минут пісіріп аламыз. Мінекей дайын рогалигіміз өте жұмсақ болып шығады. Балдарыңыз сүйсініп жейтін болады.